Сәлем қыздар, бүгін дәмді манты дайындайтын боламыз. Арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге өзіңізге қажетті мөлшерде фаршқа, өзіңізге қажетінше пиязды турайсыздар. Пияздыңыз мүмкіндігінше көп болсын, себебі мантыңыз пиязы көп болған сайын дәмді бола береді. Үстіне тұз, бұрыш және де ас қаймақ қосып араластырасыздар. Кейін тұз, су, жұмыртқаға иленген қамырымызды еу қанғаннан кейін өзіңізге керек зуаланы алып осылай жайып шығасыздар. Видеода мантының қамырын қалай төртбұрыштетіп кесуі барлық анық көрсетілген. Дәл осы видеодағындай төртбұрышты қылып кесіп, ішіне өзіңіз көз мөлшеріңіз бойынша фаршты салып, әдемілеп түйіп шығыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай манты түйудің 2-3 түрін үйреттім. Барлығы піскеннен кейін әдемі көрінеді. Менің арнама жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне мантыны түйіп болғаннан кейін манты қазанның астын майлайсыздар міндетті түрде. Антипригарный болса майлаудың қажеті жоқ. Арасын нығыздамай жиірек қылып салып, қат қайнаған суда пісіріп аласыздар. Міне керемет үй жағдайында манты дайын болды. Арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда неше түрлі рецепттер бар, көріңіздер.